Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы басқа жаққа бас бұрмады. Берлинге бара сала мұсылман шәйіттерінің зиратына тоқтады. Мұнда Алаштың арда туған азаматы Мұстафа Шоқай мәңгілікке даңқ тапқан. Бұл жерде менің орындалмаған армандарым жатыр. Мұстафа Шоқайдың басына қойылған құлпытасқа тап осы сөздер таңбаланған. Оның арманы түбі бір Түркістан халықтарын бодандықтан құтқарып, бостандықпен қауыштыру еді. Сол үшін күн түн демей күресті. Қарумен емес қаламмен. Себебі ол да қазақтың өзге қайраткерлері сынды бейбіт өмірді бағалады. Өкінішке орай, кеңестік үкіметтің түсінігі керісінше болып, азаттыққа апарар жолды азапты қылды. Бірақ Алаштың арда туған азаматы алған бетінен қайтпады. Атқа қонып алысқа кетті. Ішкі мұратын сыртта жүріп тындырды. Мұсылмандардың солдаттарын көрген уақытында жүрегі ауырып, талай хат жазған. Ол кісілерге жеңілдік беру туралы. Бірақ ондай жеңілдік болмады. Содан әбден түсінгеннен кейін бұл кісі хат жазған. Хатында айтқан: сіздер Европадағы ең мәдениетті ұлт біз деп есептейсіздер. Бірақ сіздердің істеріңізге қарап отырып, мен сіздердің Шыңғысханның уақытында жасалған мынандай жауыздықтардан одан да сіздердің істеріңіз асып кетті. Егер сіздердің құрған демократияларыңыз осындай болатын болса, мен оған қарсымын. Сонда мынау СС-дің бір офицері айтқан екен: сіз өте тіке жазыпсыз, кішкене артық кеткен жоқсыз ба деп. Жоқ, егер осы артық кетті деп егер есептейтін болса, мен өлім жазасына келісуге де дайынмын деген екен. Мұстафа Шоқайды бізге әлі зерттеу керек. Бізге ол кісінің материалдарын шығару керек, кітаптарын шығару керек. Енді ол кісіге жер Қазақстаннан бұйырмады, Германия жерінен бұйырды. Сондан келген адамдарға айтарым: басына келіп, Құран бағыштап тұрыңыздар.